Келесі кезекте шаяндар. Июнь айы сіздерді не күтеді? Июнь айы шаяндарды не күтеді? Июнь. Денсаулықта, махаббатта, ақшада, жұмыста шаяндар не қарайтын боламыз. Уқты, император, старший аркан. Жұмыстан не күтеді, айға қандай әсер етеді, карта совет сіздерге не айтады? Шаяндар, айларыңыз жаман емес, керемет деп айтуға болады, бірақ айға әсер ететін жағдай жалпы көп оқуларыңыз мүмкін. Не көп оқисыздар, немесе көп жұмыс жасайсыздар деген сияқты сондай оқу бір не дейді, андай бір мезгілсіз келеді оқу дейді ғой, чтобы сіз демалу керек уақыт вроде, бірақ сіз сол уақытта уақытыңызды дұрыс емес пайдаланып жатуыңыз мүмкін. Сабақ оқитын уақытта керісінше жұмыс жасап, немесе басқа фокусты басқа нәрсеге бөліп, ал керісінше жұмыс жасайтын, демалатын уақытта керісінше кітап оқып жатсыз деген сияқты солай айға әсер ететін жағдай барлық нәрсені керісінше араластырып істеуіңіз мүмкін. Тамақ жейтін кезде ұйықтайтын кезде тамақ жеп деген сияқты айларыңыз кішкене ретсіз басталуы мүмкін алғашқы 15 күнде. Сол себептен бір реттелу, бір арнаға түсіп кетуі өмірлеріңіздің кішкене сол жағынан қиналасыздар. Бір не болып кетті, өмірім бардак болып кетті дегендей. Так бұлай айларыңыз жаман емес, шаяндар, жақсы деп айтуға болады. Егер әйел адам шаян болсаңыз, өміріңізге бір ер адамның көмек етеді, сізге ықпалы мүмкін, сізге көмектеседі, жанашыр адам болуы мүмкін, қаржылай көмектесуі мүмкін, немесе кризисте деген сияқты жалпы еркек адамның сізге жаны ашитын, мүмкін күйеуіңіз, мүмкін жолда ағалаңыз, әкеңіз деген сияқты сізге бір көмегін тигізеді. Жұмыс жағынан, әрине, көмегін тигізетін болады, көмектеседі жаңадан жұмысқа кірсеңіз, қасыңызда жүріп. Ал керісінше әйел адам то есть сіз еркек адам шаян болсаңыз, сіз өзіңіз осындай біреуге қамқорлық көрсетуіңіз мүмкін, қол астыңызға адамдарыңызға қамқор, мейірімді боласыз, немесе біреуге көмектесесіз деген сияқты бір адамдарға пайдаңыз, көмегіңіз тиетін болады. Және бұлайда шаяндар өз-өздеріңізді тануға өте сәтті. Психологқа бару, психологиялық кітаптар оқу, әртүрлі мотивациялық кинолар көру, бір жалғыз қалып ойлану, дальше қадамды шешу деген сияқты сондай ойланатын, өз-өзіңізді танитын, сондай ерекше айлардың бірі. Одан бөлек дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау, спорт, йога деген сияқты сондай заттарға да өте осы ай сәтті. Негізінен шаяндар онсыз да көп ойланатын адамдар ғой. Сол ойлануды дұрыс фокусқа бөлу керек бұл айда сіздерге. Жалпы жұмыс шақтарыңыздан тұрақты, ер адамның көмегі тиеді. Сіз ер адам болсаңыз, керісінше сіз өзіңіз адамдарға қамқорлық көрсететін боласыз. Отбасы жағдайында шаяндарда ешқандай қиындық жоқ, керемет. Отбасылы шаяндар үшін де татулық, керемет, отношенияның жақсаруы. Ал жалғыз басты шаяндар үшін бір кризисный депрессия, махаббат деп айтуға болады. Бұрыннан келе жатқан махаббаттарыңызбен айырылсасыздар, немесе көңілдеріңіз қалады ма, немесе бір болмашы нәрселерге ұрсасыздар ма, жалпы жаңадан басталып келе жатқан, енді басталып келе жатқан қарым-қатынас үшін июнь айы кішкене қиындау, кризистеу деуге болады. Екіге айырылып кету де емес, немесе қосылып керемет болып кету де емес, бір качельный отношение болып, кішігірім депрессия болуы мүмкін. Осы тұрақсыз, дұрыс емес махаббаттың кесірінен де өміріңізді ретсіз қылып алуыңыз мүмкін. Дұрыс емес ұйықтап, дұрыс емес тамақтанып дегендей. Сол себептен бұл айда желательно, егер жаңадан қарым-қатынас бастамаған адам болсаңыз, қарым-қатынас бастамауға тырысқандарыңыз жөн. Өмірлеріңізге үлкен әсер етіп кетуі мүмкін минус жағынан. Және денсаулық жағынан өте тұрақты, денсаулық жағынан қиындық жоқ. Барлығы керемет. Бұрын керісінше мазалап жүрген жерлеріңіз болса, денсаулықта айығу бар, денсаулықта жақсару, қиындық жоқ. Карта совет ретінде айтады сіздерге, осы июнь айында махаббат, жаңадан қарым-қатынас құрудан сақ болыңыздар, және өздеріңізге дисциплина, яғни тұрақты өмір қалыптастыруға тырысыңыздар, өз-өздеріңізге көңіл бөлуге тырысыңыздар. Шаяндар, айларыңыз сәтті өтсін.